кітап оқымайтын адам надан, қызықсыз, айтары жоқ. Неге бүгін қазақ соншалықты азғындап кетті деп? Тез дофамин алу үшін бізге мынандай контент керек. Адам қиялдауды ұмытты. Адамның сөздік қорын шектеу үшін. Жақсы, өте жақсы, екі есе жақсы деп мүлдем примитивті формаға дейін аясын талытып тастаған. Ондай халықты басқару оңай. 67 мыңнан астам адам тіркелді. Ішімнен тәуба дедім. Демек, кітап оқитын адам бар екен ау. Бір кітап бір адамның тағдырын өзгерте ала ма? Миллион үшін келгендер көп. Халық рухани дүниеге сусап отыр. Кітапханалар для галочки жұмыс істеп тұр ғой қазір. Бізде жылына 1,5 кітап оқылады екен. Оның өзі оқылса. Намыс ояну керек қой қазақта. Дана Бақтығалиева, журналист, өнертану кандидаты, медиа-менеджер және пиар маман. Еңбек жолында жоғары оқу орнында дәріс беріп, ұлттық өнерді зерттеумен айналысты. Телевизия саласында редактор, тілші, продюсер болып еңбек етіп, басшылық қызметтерге дейін өсті. Бүгінде Сарыарқа ақпарат медиа холдингі директорының орынбасары және Қарағанды облысындағы кітап оқитын ұлт жобасының жетекшісі ретінде өңірлік медианың дамуына және оқу мәдениетін насихаттауға үлес қосып келеді. Дана ханым, қош келдіңіз. Кітап оқитын ұлт жобасы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен қолға алынды ғой. Пилоттық негізде Қостанай, Қарағанды облыстары мен Шымкент қаласы алынды. Неге осы өңірлерге тоқтадыңыздар? Рахмет, студияға шақырғаныңызға рахмет. Кітап оқитын ұлт жобасы негізі былтыр Қарағанды облысының әкімі Ермағамбет Қабдоллаұлы ұлттық кітап күні бізде осындай жоба қолға алынады деп жариялады. Жобаның авторлары біз емес. Жобаның авторлары негізі осы Астанада кітап оқитын ұлт қоры. Бастапқыда осы Қарағанды облысында көрейік пилоттық форматта деп солай бастадық. Кейін Қостанай, Шымкент қосылды да, сонымен осы үш өңірге жоба авторлары ұсынды. Оны біз таңдаған жоқпыз. Енді Қарағанды баяғыдан интеллектуалды орталық екенін білеміз еліміздің. Негізгі енді мықты білім орындары да Қарағандыда. Мықты мамандар да Қарағандыдан шығады. Оны мойындауымыз керек. Мен өзім алматылықпын. Және осы жобаны өңір-өңірде түсіндіріп, шарттарын түсіндіріп, халық арасында өңірлерді аралап жүрген кезде айтамын, мен қарағандылық емеспін. Менімен оқыған қарағандылық әріптестерім, қарағандылық курстастарым, соларға қарап, мен сол кезде түсінетім. Қарағандыда өте мықты база бар, білім беру базасы бар. Баяғыдан қалыптасқан. Сондықтан мұндай зияткерлік доданы ұйымдастыру Қарағанды үшін меніңше үйреншікті жайт. Және одан бұрын да бұл жоба басталмай тұрып ақ отбасылар өзара жарысқан байқаулар болған екен. Каргуде мысалы өздері бөлек үздік оқырман байқауын ұйымдастырып, сондай зияткерлік додалар жобадан бұрын бастап кеткен. Бұдан бұрын басталған. Бұдан бұрын талай жылдар бойы ондай жобалар негізі болған. Сондықтан осындай мінекей кітап оқитын ұлт жобасын бастаймыз деген кезде маған Қарағанды жұрты бізге ол түк емес деді. Біз бұрыннан да жарысып жүрміз, кітап оқып жарысамыз, біз қой бағып жатып ақ жарысамыз деп, қой соңында жүрген азаматтар енді өңір-өңірді аралаған кезде ауылдарға бардық қой. Сонда Қарқаралы ауданының Сарыобал ауылына барған кезде қой соңында жүрген азамат айтады, жатып оқимын дейді. Қойымды бағып жүріп, сол кітабым қойнында жаңағы бағып жүріп, кітабымды ашам да оқимын деп дейді. Сол үйдің отанасы енді Зайып айтады, бізден гөрі сол әкеміз, сол отағасы кітапты көбірек оқиды дейді. Кеміріп оқиды дейді. Сонымен бұл байқаудың бір өзгешелігі, енді бұрыннан болып жатқан байқаулардан өзгешелігі, бірнеше әлеуметтік топты қамтиды. Бұл жерде тек қана оқушылар ғана емес. Оқушылар бар, колледж студенттері бар, жоғарғы оқу орындарының студенттері, одан бөлек әулетімен қатысты, педагогтар, ұстаздар қатысты, бөлек мемлекеттік қызметшілер. Мен бұрын соңды білмеп, мемлекеттік қызметшілер жалпы бұндай зияткерлік додаға қатысты ма, қатыспады ма білмеймін. Меніңше бұл бірінші рет, жалпы осындай зияткерлік додаға мемлекеттік қызметшілер бірінші рет қатысып отырған сияқты. Сондықтан ауқымы кең. Оңай болды деп айта алмаймын.
түрлі қиындықтар болды. Халықты жинау, оларға түсіндіру, жалпы тіркелу кезінде халықты үгіттеу, қалай да ынталандыру. Енді бүгін 21 ғасырда бәрімізде осы гаджеттерге байланып отырған заман. Оны мойындауымыз керек. Сондықтан енді сол телефоннан қалай да назарын кітапқа аудару керек болды. Дегенмен жаңағындай мен айтқандай Қарағанды үшін ол түк емес екен. Қыркүйек айында біз негізі жұмысты шілдеден бастағанбыз. Ақырындап проектный офис дейді ғой, жобалық кеңсе құрдық. Жобалық кеңсеге мамандарды шақырдық, тіл мамандары, әдіскерлер, ұстаздар. Сөйтіп 8 адам болдық, арамызда СММ маманымыз бар. Шілдеден бастап ақырындап Астанаға өзіміз кітаптар тізімін ұсындық. Өйткені жаңағы айтып отырған 6 аталым, 6 категория дейміз ғой, соның әрқайсысына 15 кітаптан бекіту керек болды. Сонымен енді жаңағы 3 өңір ғой, Қостанай, Шымкент, Қарағанды, әрқайсымыз өзіміз кітаптар тізімін ұсындық. Сөйтіп қыркүйек айында тіркеу басталды. Тіркеуге ең көбі Қарағанды облысы тіркелді. 67 мыңнан астам адам тіркелді. Шынын айту керек, үрей болды ішімде. Өйткені біріншіден мен бұл өңірде ешкімді танымаймын. Бұл жұмысты қалай жүргіземін деген бір үрей болды. Бір сенімсіздік болды өз күшіме деген. Басшылыққа да айтып көрдім, мен енді бұны қалай жетекшілік етемін деп. Кейін жаңағы 67 мыңнан астам адам тіркелді деген кезде ішімнен тәуба дедім. Демек, кітап оқитын адам бар екен-ау. Мына жұмысымыз алға басады екен-ау деген бір сенім пайда болды. Содан кейін өңір-өңірді аралап кеттік. Енді оның арасында әрине өңірлерде алыс шалғай ауылдарда кейде байланыс жоқ, кейде көлігіміз сынып қалады, дөңгелегі жарылып қалады. Сондай енді суық түскен кезде тіпті қиын. Енді далада үсіп жығылып жүріп әйтеуір адамдарды түсіреміз, сол кісілерге түсіндіреміз, әр жерде бір жинап алып, оқырман клубтарын құрыңыздар деп үгіттейміз ол кісілерге. Енді бүгінгі заманда өзі әркім өз басымен әуре болып жүрген заманда ол кісілерге отыра қалып күніне пәленбай сағат кітап оқыңыздар деп, енді ол кісілерді біз күштей алмаймыз. Дегенмен де мінекей күніне мынанша пара оқысаңыздар, жарты жылда сіздер 15 кітапты оқып бітесіздер деп сөйтіп ақырындап ол кісілерге кестесін сызып беріп, таблицасына дейін жасап беріп, сөйтіп жүріп түсіндірдік. Оқырман клубтар қалыптасты, Құдайға шүкір ақырындап жұмыс жүрді. Мектептерде орыс лигасы, қазақ лигасы болып 2 лигаға бөлініп балалар дайындала бастады. Әрбір әулет өздері, енді бірден айта кету керек, бұл жерде әрине бұрыннан кітап оқу дәстүрі қалыптасқан әулеттер тіркелді. Және жеңімпаздардың ішінде де кеше мысалы сәуірде біз енді қорытындысын шығардық қой. Сол кезде көбінесе кітап оқуды отбасында баяғыдан қалыптастырып, сол дәстүр ретінде қалыптастырған отбасылар жеңіп шықты. Енді ол кісілерден сұраймыз ғой, сыры қандай бұның, қалай мына балаларыңызды кітап оқуға баулыдыңыз? Сонда енді бір отбасының отағасы айтады, біз күнделікті жұмыс күндері жарты сағат, мінекей кешке қарай жиналдық па, шайымызды іштік, содан кейін жарты сағат берем балаларыма, телефондарын алып тастаймыз, жарты сағат бойы кітап оқиды. Одан кейін барып сабақтарын жасайды. Демалыс күндері міндетті түрде 1 сағат отыруымыз керек. Біз әрқайсымыз өзіміз сүйген кітапты аламыз да 1 сағат кітапқа арнаймыз дейді. Сол кісілер жеңімпаз атанды, мысалы. Сондықтан бұл жерде енді арасында мүлдем кітап оқымайтындар да бар, оны мойындағандар да бар. Кітаптың бетін ашпайтын едім. Мына байқаудың бас жүлдесіне миллион тігілгені бізді қызықтырды деп мойындағандар бар. Миллион үшін келгендер көп. Оны мойындау керек. Және сіздер мақсаттарыңызға жетіп отырсыздар ғой, мүлдем оқымаған адамды кітап оқытып, қолына кітап алдырып. Миссиясы сол еді ғой. Өте дұрыс айтасыз. Негізгі мақсат жалпы кітап оқу дағдысын қалыптастыру. Адамдар әйтеуір миллион үшін бе, жоқ басқа мақсатпен бе, ең бастысы қолына кітап ұстаса, соған дағдыланса, ақырындап ары қарай өзі-ақ алып кетеді. Ертеңгі күні тіпті байқау біткеннің өзінде ол сол қалай да бір жаңадан бір кітап оқысам екен деп талпынып тұрады. Мақсатымызға жеттік шын мәнінде де. Сол қатысушылардың арасында мұғалімдердің өздері айтады, басында миллионға қызығып бастап едім, осыған тіркеліп едім. Кейін 15 кітапты оқып бастағаннан кейін әрқайсының ішінен өзіме керекті, кәсіби шыңдалуыма керекті, тұлға ретінде қалыптасуыма керекті бір ойларды теріп алғаннан кейін мен бастапқы мақсатымнан айнып қалдым. Мынандай кітапты маған ұсынған
осы жобаның авторларына, жобаның ұйымдастырушыларына көп рахмет деп ризашылығын білдіріп жатыр. Сіздер бір тізім әзірледіңіздер, иә, оқылуы тиіс кітаптардың. Иә. Бұл жерде бір сауалнама халық арасында жүргізілген шығар, иә, халық қай авторларға қызығады, кімдерге қызығады деген сияқты. Негізі жоқ. Бұл жерде регламент, жаңа жоба авторлары бізге регламент түсірді. Ол регламентте міндетті түрде қазақ әдебиеті, орыс әдебиеті, яғни орыс классиктері және заманауи жазушылары, сонымен қатар шетел әдебиеті болу керек деді. Осы 3 бағытта әдеби шығармалардан өздеріңіз қалағандарыңызды ұсыныңыздар, ары қарай біз қарастырамыз деді. Сонымен енді әр өңір өзінің 6 категория бойынша кітаптарын ұсынды. Ары қарай жоба авторлары өздері іріктеп, бекітіп, қайтадан бізге сол кітап тізімдерін жіберді. Бір қызығы, енді қазақ лигасында көбінесе қатысушыларымыз айтады, біз қазақ әдебиетін, қазақ классиктерін баяғыдан білеміз дейді. Оны шын айту керек, аса көп оған дайындалып, бір шаршаған жоқпыз дейді. Оны бір парақтап шықтық та есімізге түсірді, солай конкурсқа кіре бердік дейді. Ал мына шетел әдебиеті, орыс әдебиеті, басқа әдебиеттерді біз бастапқыда бұл қалай болады екен деп бастап оқып едік, кейін қызығып кеттік деп сөйлейді. Енді арасында бүгінгі таңда сұранысқа ие, мотивация беретін, ынталандыратын, психологиялық кітаптар бар. Оны қазақи аудитория енді осы байқаудан түсінгенім аса оқымайды екен. Өйткені Дейл Карнегиді мысалы ұстаздардың өзі жаңалық ретінде ашты. Және Карнегидің айтқан ойларының бәрін өздеріне енді бұдан былай өмірімізге біз қолдана бастаймыз осыдан былай деген сияқты, иә. Оның ішінде бір әулеттің бір оқиғасын айтып берейін. Бала iPhone армандайды, енді iPhone-ды алып беріңіздер деп енді ата-анасына сұраған болу керек. Осы байқау басталған кезде ата-анасы айтады, мінекей кітап оқитын ұлт байқауы басталды. Енді мінекей бас жүлде $1 миллион екен, ал енді кітабыңды ал, қолыңа 15 кітапты оқып шық, осы байқауға қатысайық, бас жүлдені біз жеңсек, сол $1 миллионды саған берейік, айфоныңды ала қой дейді. Бала 15 кітапты оқып шығады, соның ішінде тиыннан теңге құрайтын бала туралы кітап ерекше әсер етеді. Сонымен баланың ойы күрт өзгереді. Сонымен енді әкесі сондай бір ризашылықпен бізге айтып отыр да, соның бәрін. Балам бір күні келіп айтты дейді, папа, мен мына кітапты оқып шықтым, менікі дұрыс емес екен. Тіпті бас жүлдені жеңгеннің өзінде сол $1 миллионды басқа мақсатқа жұмсайықшы. Біздің отбасына қажетті бір дүние алайық. iPhone керек емес. Телефоным бар, Құдайға шүкір, телефон жұмыс істеп тұр, керек емес iPhone. Одан да гөрі біздің отбасымызға қажетті нәрсе алайықшы деп. Керемет. Демек, нағыз жеңіс деп осын айту керек. Рас, иә. Демек, адамдардың мына өмірге деген көзқарасы өзгерді. Санаға қозғау салды байқау. Мен айтып отырмын ғой, жаңағы қиындығы да болды, қызығы да болды, шаршап келдік соңында. Енді жарты жыл бойы алып барысып істегеннен кейін жаңа сәуір айында іріктеу кезеңі басталған кезде тіпті енді шынын айту керек, ана қатысушылардан артық қобалжыдық біз. Кәдімгідей солар үшін уайымдадық. Ал тапсырып шығып жатқандардың жаңағы жанарына қараған кезде көздері оттай жанып шығып бізге рахметін айтып жатқанда, жаңағындай балам мінекей өмірге деген көзқарасы өзгерді, санаға қозғау салды деп айтып жатқан кезде тәуба дедік. Демек, шаршағанымыз бекер болмаған екен, еңбегіміз еш кетпеген екен деп адам өзі одан да бетер ондай кезде қанаттанып кетеді ғой. Халықтың алғысынан артық не бар, иә? Адамдар риза болып жатса, бір титтей болсын, кішкентай болсын, халқыма пайдам тисе екен деп ойлайды ғой әрбір адам. Осы байқау біткеннен кейін салтанатты шара болды. Салтанатты шарада жеңімпаздарды марапаттадық. Сол кезде журналистер келіп сұрап жатыр. Сізге осы жобаның жетекшісі ретінде бұл жоба не берді? Басқаларға не бергенін түсініп отырмыз. Бұл сұрақты мен қойшы, сізге не берді бұл жоба? Шынымды айтсам, бәлкім енді ол бір пафосты естілуі мүмкін. Бірақ адам енді қамшының сабындай қысқа ғұмыр дейміз, құстың қанатындай қысқа ғұмырында да. Адам өзі сол ортан беліне келген кезде артына қарап, мен не бітірдім деген сұраққа жауап іздейді екен. Дәл сол мезетте бұл жоба сізге не берді деген кезде осы сауал ойыма келе қалды. Шын мәнінде бір күйбең тірлікпен жүреміз барлығымыз. Күнделікті жұмысқа барамыз, ақша табу керек, кредит жабу керек деген сияқты. Бірақ айналып келген кезде ертеңгі күні қартаямыз,
зейнетке шығамыз, сол кезде артымызға бұрылып, мен не істедім деген кезде, тәуба, мен халықтың санасына қозғау салған жобаға өз үлесімді қосыппын деген бір ой келді. Соған кәдімгідей өзім іштей риза болып, өз-өзіме риза болып, тәуба дедім. Сондықтан меніңше осы жоба егер ары қарай жалғасын тапса, жалпы осыған ұқсас зияткерлік жобалар көбейсе, шын мәнінде президент айтқандай зерделі ұлт қалыптасады бірте-бірте. Және бір байқағанымыз, осындай рухани дүниеге халық сусап отыр екен. Мен шын айтқанда сенбеп едім, қиын болады-ау деп. Мынандай жоба басталып жатыр, осындай кітаптар оқисыздар деп бастапқыда оқырман клубтармен кездесіп, түрлі өңірлерді аралап жүрген кезде халық сұрақ қойып, белсенді араласып, жиналыстардың барлығында осы дегеннің жанталасып отырғанына қарап ойлайсың, демек халыққа керек бұндай жоба. Жарыс форматында өтті ғой, сонда? Жарыс форматында, онлайн платформада өтті. Және үлкен экранда, LED экранда нәтижелері көрсетіліп отырды. Әрбір сұраққа жауаптың нәтижесі бірден LED экраннан да, адамдардың алдындағы монитордан да көрсетіліп тұрды. Яғни, міне жауап берді ме, бірден қате, дұрыс не бұрыс деп шығып отырады, және үлкен монитордан 13 өңірдің нәтижесі бірден шығып отырады. Сол кезде бәсеке қызды. Теміртау алға шығып кетсе, Қарағанды алып барсады. Қарағанды алға шығып кетсе, Нұра алып барсады. Осакаровка, ойбай қалып қойдым деп, Ақтоғай бәрі жарысты. Намысқа тыртысып. Шын мәнінде бір өте маңызды қасиет, мен байқаған, қарағандылықтарға тән қасиет екен. Бәсекеге қабілет өте күшті. Тіпті өте жақын араласатын құрбылардың өздері өмір бойы екеуміз доспыз дейді. Бірақ өмір бойы бәсекелеспіз дейді. Жақсы мағынада бәсекелес. Егер ол бір мақала жариялады ма, мен міндетті түрде кітап шығаруым керекпін. Мен кітап шығардым ба, ол міндетті түрде тағы бір жерде бір конференцияда шығып сөз сөйлеу керек, не болмаса бір нәтижеге жету керек. Осындай бәсеке бізде өте қатты дамыған дейді. Сондықтан да кеншілер өлкесінде чемпиондар көп, спортшылар. Рас айтасыз, спортшылар көп. Жалпы интеллектуалды додаларда қаншама жеңімпаздар бар. Мен таң қалғаным, мысалы, ерекше бөліп айтатыным, енді 13 өңірдің 13-і да негізі бұл жерде өздерін танытты. Теміртауды ерекше бөліп айтар едім. Мысалы, Теміртаудың балалары да, үлкендері де керемет, енді кітап құмар екен. Және ең үлкен, жасы үлкен қатысушымыз 80 жастағы апамыз. Ол кісі отбасымен қатысты, жеңімпаз атанбады, бірақ ол кісіні сахнаға шығарып құрмет қошемет көрсеттік. Ол кісінің өзі, сахнаға шығуының өзі басқаларға ой салды. 80-дегі апамыз кітап, әлі күнге дейін кітап оқып жүр, мынандай интеллектуал додаларға қатысып жүр, біз не істеп жүрміз деген сияқты ой салды. Сондықтан да енді бұл жерде жаңағы қызықты оқиға дедіңіз ғой, мемлекеттік қызметшілер арасында бірінші орын жеңіп алған Қарағанды командасының мемлекеттік қызметшілері. Солардың арасында спорт басқармасының сол кездегі уақытша басшысының қызметін атқарған Берік Мырзаұлы жеңіп шықты, бірінші орын алды. Енді қызықты қараңыз, бұл кісіден сұхбат алдық, байқау сізге не берді деп. Енді бәріне қоятын негізгі сұрақ қой. Сондағы жауабы, негізі бұл отбасында қалыптасқан дәстүр. Кішкентай кезімнен атанам қолыма кітап ұстатып, осы кітапқа мені әбден үйретіп қойған, мен кітапсыз өмір сүре алмаймын. Міндетті түрде бір кітапты жатарда парақтап оқып шығамын. Және жалпы спортшылар кітап оқымайды деген стереотипті бұзғым келді дейді. Мінекей. Бұзды. Бұзды, шын мәнінде бұзды. Және сол кісіге қарап, бүкіл облыс әкімшілігі, өңірдегі әкімшіліктегі мемлекеттік қызметшілердің бәрі, біз қалай қалып қойдық? Біз неге бұған қатыспадық? Қалып қойғандардың бәрі біз келесі жолы қатысамыз деп, кәдімгідей бұл басқалардан таландырды. Осының өзі керемет емес пе? Енді іріктеу кезеңіне келген кезде команда құралып, өйткені жалғызбын деп жүргені тіркелген, бірақ ары қарай жарты жыл бойы 15 кітапты оқып шығу бәрінің қолынан келмеді. Енді әртүрлі себеппен. Әсіресе мемлекеттік қызметшілер жұмыс басты, жұмыстан қолдары босамайды. Сонымен жеңіп шыққан мемлекеттік қызметшілер айтады ғой, біз бұл стереотипті да бұздық. Өйткені шын мәнінде бос уақыт болмайды, босқа кеткен уақыт болады. Сондықтан бұл стереотипті бұзылды.
Енді қызықты оқиға десеңіз талайын айта беремін. Облыс әкімі Бөлекбаев кітап оқи ма екен? Иә, ол кісі кітап оқиды. Жалпы негізі бастаған сол кісі ғой. Иә, ол кісі түрлі кездесулерде өзінің пікірін айтып, өзі сүйіп оқитын Черчилльді мысалға келтіре отырып, мұндай байқау бізге керек деп енді ол кісі де іштей толқып уайымдап жүр ғой. Одан кейін жалпы енді идеология саласына жауапты Әлібек Үсенұлы Әлденей әкім сол кісіге тапсырды, және Әлібек Үсенұлы осы жұмыстың бәрін ұйымдастырып жүрген сол кісі негізі. Шын айту керек, облыс әкімшілігі толығымен енді басшылар бұл байқауға уайымдап жүрді. Қалай болады екен, нәтижесі қандай болады екен деп. Ең соңында салтанатты рәсімде біз бүкіл жаңағы жоба бойынша жазған сұхбаттарымызды монтаждап отырып, деректі фильм шығарып, соны көрсеттік салтанатты шарада. Сол кезде Ермағанбет Қабдоллаұлы да, Әлібек Үсенұлы да жандары жай тауып, жаңағы фильмді көріп, риза болып отырды. Бұдан нәтиже шығыпты. Шын мәнінде біз халық санасына қозғау салатын жоба жасаған екенбіз. Бір пайдамыз тиген екен деп, ол кісілер де риза болды. Кеңес дәуірінде ғой, кітап көп жазылды, көп оқылды. Бірақ ол кезде мемлекет тарапынан қолдау жақсы болды. Кітапханалар, жаңағы баспа үйлері мемлекет қарамағында болды, қаржыландырды, қолдау зор болды. Қазір олай емес. Ауыл аймақтарды аралаған кезде кітапханалардың жай-күйі қандай екен, жаңағыдай орталықтар бар ма екен, кітап оқырмандардың. Қандай проблема көрдіңіздер шалғайда? Нақты осы енді бұл пилоттық форматта болғаннан кейін, ең алғаш қолға алынған жоба болғаннан кейін әлбетте кемшіліктері болды. Соның бірі әрине кітаптың тапшылығы. Бекіткен 15 кітаптың барлығы кітапханадан табылмады. Дүкендерде де кейбіреуі болған жоқ. Сондықтан жоба авторлары кейде PDF форматта жіберіп отырды, кейде жаңа электронды форматта егер болып жатса, мысалы сілтемесін жіберіп отырды, сөйтіп халықты қамтамасыз етіп отырды. Одан бөлек бір қызық жайт. Сол Сарыобал ауылында фермерлер өзара жұмылып, қаржыны жинап, сол ауылдың осы байқауға қатысушыларына кітап алып берді. Сонымен байқауға қатысушылар дайындалып шықты. Және де Томар ауылында мектеп бітіргендеріне 35 жыл толған мектеп түлектері өздері осы кітап оқитын ұлт жобасы аясында үздік оқырман байқауын жариялап, тағы да өздері ақшалай сыйлық таратқан балаларға. Ақшалай сыйлықтары көп емес, 20 мың. Сол 20 мыңның өзі балаға әжептәуір мотивация болды. Балалардан сұхбат жазсақ, енді жеңіп шықтың ғой, сертификат алдың ба? Алдым. 20 мыңды алдың ба? Алдым. Не істейсің дейміз ғой. Әмияныма салып қойдым, айтпаймын дейді біреуі. Екіншісі, ендігі конкурсқа, ендігі кітап оқитын ұлт конкурсына мен дайындалуым керекпін, соған кітап алам дейді. Сондықтан көрдіңіз бе, біз айтпай-ақ, біз бұл кісілерге, мысалы фермерлерге міндетті түрде кітаппен қамтамасыз етіңіздер деп айтқан жоқпыз. Сарыобалының Томардың түлектеріне сіздер көмектесіңіздер, біздің конкурс аясында бір шара ұйымдастырыңыздар деп айтқан жоқпыз. Басында қалыпты байқау ретінде басталған дүние бірте бір үлкен қозғалысқа айналды. Халық өз қолдап кетті. Содан бастап біз сол кезде байқадық. Халық рухани дүниеге сусап отыр. Бүгінгі жағдайда материалдық құндылықтар басым болып бара жатыр, рас. Енді оны біз жоққа шығара алмаймыз. Әлбетте, адам болғаннан кейін ол тамақ ішкісі келеді, ол баспаналы болғысы келеді, ол көлік мінгісі келеді, ол балаларын жақсы жерде оқытқысы келеді, ол үшін ақша керек, оның бәрі түсінікті. Бірақ кеше ғана енді мыңдаған жылдық өркениеті бар, сол өркениеттің біз мұрасы емеспіз бе? Сондай бай тарихы бар, мәдени мұрасы бар халық емес педік. Кешегі Мағжандардың, Абай, Шәкәрім, Ыбырай, Әлихандардың ұрпағы емес педік. Неге бүгін қазақ соншалықты азғындап кетті деп ойлайсың? Осыдан бір 6-7 жыл бұрын есіңізде ме, бір әлеуметтік желіде сондай бір негативті видео көп тарап кетті. Жас қыздардың әжетханада балаларын босанып тастап кететіні, не болмаса өзінен үлкендерге қол жұмсау, кішілерге әлімжеттік көрсету, жаңағы әсіре діншілдердің жағдайын біліп отырмыз. Әйелін көгала қойдай сабап жатқан тағы біздің қазақ. Сондайды көріп отырып ойлайсың,
біз кешегі Абайдың, Шәкәрімнің, Ыбырайдың, Мағжанның ұрпағы емес пе едік? Неге сонша азғындадық? Бір себебі кітап оқымағандықтан, иә? Бір себебі, иә. Енді адам рухани тек қана кітапқа байланысты емес қой, рухани баю адамның, иә. Ол әрине үйінде берілетін тәрбиесіне байланысты, ол қоршаған ортасына байланысты, иә, адамның. Соның ішінде кітаптың да алатын орны бөлек. Адамның кемелденуіне кітаптың үлесі бола ма? Қалай ойлайсыз? Бір кітап бір адамның тағдырын өзгерте ала ма? Негізі, егер біз осы байқауды мысалға алатын болсақ, байқауға қатысушылардың ішінде бір ұстаз, Башагүл есімді ұстаз, сол кісі өзі аяғы ауыр екен. Сол кісі айтты, мен Өзбекәлі Жәнібеков мәдени майданды оқып шыққаннан кейін Өзбекәлімен ауырдым дейді. Мен де бармын олардың қатарында. Санжар Керімбайдың, қазір енді қаншама кітап шығарып жатыр біздің ұлы тұлғаларымыз. Рухты оятатын кітап қой. Солай ғой, иә. Сондықтан бастапқыда ол кісі де ұстаз миллионға қызығып келіп едім. Енді мына Өзбекәлі және мәдени майданды оққаннан кейін менің мүлдем көзқарасым өзгерді. Біз осындай тұлғаларды тәрбиелеуіміз керекпіз мұғалім болғаннан кейін деп өзіне мақсат қойып отыр. Мысалы, өзгертті ме? Адамның тағдырын өзгертті. Әрине, енді толық бір адамның тағдырын бір кітап өзгертеді деп айта алмаймыз. Бірақ әрбір оқыған кітаптан түйген ойын ертеңгі күні ол кәдеге жарата білсе, неге ол айтпасқа? Иә, әлбетте, адамды кемелдендіреді, міндетті түрде ол адамның мақсаты өзгереді, иә, ол өзіне мақсат қоя біледі, сол мақсатқа жете біледі. Меніңше, міндетті түрде, иә, ол адамның кемелденуіне жол ашады. Меніңше, неге қазір кітап аз оқылады? Біріншіден, өзіңіз айтқандай уақыт тапшы, екіншіден, кітап деген ол айна ғой. Қазіргі адамдар өзімен өзі қалуға қорқатын сияқты, өзін зерттеуге қорқатын сияқты. Ал оның оқитын кітабына қарап, ол адамның болмысын білуге болады. Ол ішіндегі триггерлер дейді ғой, қазір тренд болып кеткен сөз. Қорқыныштарын барлығын мойындайды, көреді. Бәлкім солай да болар, бірақ енді үйренді жирен дейді ғой. Иә. Сондықтан да меніңше тіпті сондай жағдайдың өзінде бір жалпы қазір енді біз айтамыз ғой, халық енді телевизияны мысалға келтірейікші, иә. Ойын сауық контентін жақсы көреді және ол рейтинг береді дейміз, иә. Түрік сериалдары, үнді сериалдары, одан басқа әзіл сықақ кештерін көреді. Жеңіл контент. Жеңіл контент. Бізде ютубта солай ғой. Өсек, жұлдыздар өмірін көрсетсек, қаралым ұшады. Пайдалы контент ұсынсақ ешкімге қызық емес. Қызық емес. Бұл нені білдіреді, қалай ойлайсыз? Енді көпшіліктің пікірінше, жалпы сарапшылардың да пікірінше солай болу керек. Халық шаршаған, негативтен шаршаған, күнделікті күйбең тірліктен шаршаған, проблемалардан шаршаған. Рас енді мүмкін, иә, солай да шығар. Бүкіл проблемаларды ұмытып, бір арқаны кеңге салып, сондай бір әзіл сықақ кешін көрсем, күлсем, содан кейін бүкіл шаршағаным су сепкендей басылады. Одан кейін өмір бір басқаша көрінеді деген сияқты, бір сондай бір сеніммен көретін сияқты. Және біреудің трагедиясы арқылы өз самооценкасын өсіретін сияқты. Менде бәрі жақсы екен ғой деп, иә? Ол да бар, рас айтасыз, ол да бар. Енді оның басқа да жағы бар ғой. Тағы да енді біреудің керемет жақсы өмір сүріп жатқанын, оның жалт-жұлт етіп жүргенін көргеннен кейін халық тағы да бір әлгі пендешілікке салынады ғой. Неге менде ол бриллиант жоқ? Неге мен ол машинаны мінбеймін деген сияқты. Сондықтан енді бұл жерде кітаптың тағы бір рөлі сыни ойлау білу. Сол өңірлерді аралап жүріп, бір мектепке бардық. Мектептің балалары менен сұрайды, апай, кітап оқудан қандай пайда алуға болады? Біз ютубтан көріп бүкіл ақпаратты алмаймыз ба дейді. Соны енді ойлана отырып, енді балаларға түсінікті болу үшін мен айтам, сіздер мысалы қандай кітаптарды оқып шықтыңыздар? Барлығынан сұрап шықтым. Ұшқан ұяны оққан, икигайды оққан, атап шықты еді балалар оққан кітаптарының бәрін. Менің атым Қожа бар ішінде, мектеп оқушылары ғой енді. Енді сол кітаптан түйген ойларыңды айтыңдаршы, бір ауыз сөзден. Біреу айтады, бір атаның баласында мысалы ауызбіршілік дейді. Енді біреу айтады адамгершілік қасиет, енді біреу айтады менің жаным ашыды, жануар өліп қалды дейді бір кітапты мысалға келтіре отырып. Енді бір жерде қатыгездік болмайды, ондай қатыгез болуға болмайды дейді.
соңында қорыта келгенде енді өздеріңіз тыңдап отырсыздар ма? Сіздер қазір әрбір кітаптан не істедіңіздер? Жақсы дегенде, жамандық дегенде, иә? Ақ пен қараны ажыраттыңыздар. Иә, демек, соның өзі адамның сыни ойлау білу қабілетін дамытады. Ертеңгі күні, енді бүгін ақпарат легімен келіп жатқан заманда, иә, әлеуметтік желіде біз күні бойы қаншама миллиондаған ақпаратты өткіземіз, иә, өзімізден. Сол ақпаратқа сену, не сенбеу сіздердің қолдарыңызда. Және кері ықпалға берілмеу, біреудің соңынан еріп кетпеу, иә, қалайда өзің ой сүзгісінен өткізе отырып, маған бұл шын мәнінде керек па? Маған, менің отбасыма, менің еліме бұның тигізер пайдасы қандай? Бұлардың айтып отырғаны дұрыс па әлде бұрыс па деп, иә, сұрақ қоя отырып, таразы басына салып, иә, содан барып сіздер шешім шығарасыздар. Ал былай енді шын мәнінде надан халық, ол кім болса соның соңынан еріп жүре береді. Сондықтан бұл жерде де тағы да бір кітаптың бір пайдасы бар. Халыққа қай формат жақын болды? Қағаз кітап па әлде электронды формат ма? Мен өзім қағаз несін жақсы көремін, дыбысын естігенін жақсы көремін. Маған электронды формат мүлдем өтпеді. Көпшілігі негізі қағаз форматындағы кітапты оқығанды жақсы көреміз деп айтты. Әрине жастар аудио форматта және көбінесе келіншектер бір нәрсемен айналысып жүрген кезде құлағымызға немізді құлаққап салып қойып, сонымен тыңдап жүре береміз деп сөйлейді. Сондықтан енді бірақ басым көпшілігі кітаптан көріп, оқып, және бір нәрсе бәрі блокнот бастаған, көпшілігі блокнот бастаған. Конспектлер жазған. Ішінде өзімізге керек пайдалы ойлар бар, одан кейін бір ұмытылып қалған сөздер бар. Соның бәрін тізіп жазып алдық дейді. Болашақта бізге бұл керек-ау, мынаны мен бұрын білмеппін-ау деген сияқты. Сондай бір тың ақпарат тапқандары бар. Және өзімнің түйгенім, электронды форматтағы кітап оқысам, ол ақпарат оқыдың, сол кезде эмоцияны сезіндің де ұмытылып кетеді. Кітаптағы эмоция ұмытылмайды. Деректер, ақпарат, кейіпкерлердің есімдері ұзақ уақыт жадыда сақталады. Рас айтасыз. Содан кейін енді видео контентпен салыстырайықшы, балалар айтады, мен YouTube-тан көрем, қайта маған сол қызық, видео көріп, мен солай қабылдаймын дейді. Мысалы, фильмін көре салам, оның кітабын оқып қайтем деген сияқты. Тағы да түсіндіруге тура келді. Мен айтам, сіздер кітап оқыған кезде не істейсіздер? Кітап оқып отырып, сол кейіпкерлердің атын жаттайсыздар, ол кейіпкерлердің бет әлпетін көз алдарыңызға елестетесіздер, болып жатқан оқиғаның орнын бейнелейсіздер, кескіндейсіздер ойша. Демек, ми жұмыс істейді. Есте сақтау қабілеті дамый бастайды. Нейрондар жаңарады, рас. Сондықтан бұл жерде адамның жалпы дамуына, өзін шыңдауына көбірек жағдай жасалады кітап оқыған. Ал видео контент көрген кезде сіздер дайын картинка көресіздер, былайынша айтқанда. Ол жерде бәрі дайын тұр, сіздер солай қабылдайсыздар. Қалай көрдіңіздер, солай қабылдайсыздар. Және меніңше осы әлеуметтік желі, Reels, TikTok форматы адамдар топас етіп отқан сияқты. Тез дофамин алу үшін бізге мынандай контент керек. Одан адам надан бола бастайды. Рас айтасыз, өте тез арада жылт-жылт етіп өтіп жатқан ақпарат, ол ондай ақпаратты адам тіпті санасына сіңіріп те үлгермейді ғой. Ол жай алдында ол шолып өтуі мүмкін, бірақ ол адамның өзіне ешқандай пайдасы жоқ ол ақпараттан, және ол көрген видеосынан да ешқандай пайдасы жоқ. Ол міне қазір көріп шықты ма, бірер минуттан кейін ол ұмытылып қалуы мүмкін. Ал кітаптан оқыған нәрсе адам енді сол кітаптың авторымен бірдей тең, со автор дейді ғой орысша айтқанда, яғни ол да сол кітаптың авторындай сезінеді. Өйткені ол автордың бәлкім астарлап жазғанын, кейбір жерінде тіпті ол мүмкін жазылмауы, бірақ адам өзінің қиялы арқылы, когнитивті процестер арқылы сол кітаптың екінші авторы болып шығады ғой. Сондықтан бұл жерде қалай айтқанда да бәрібір кітаптың орны өзгеше, орны бөлек әрине. Байқайсыз ба, адам қиялдауды ұмытты. Біз кезінде ауылда барлығын көз алдымызға елестетіп, армандап, қазір психологтар айтпақшы, визуализация бізде мықты болатын. Қазір олай емес қой, жастар. Рас айтасыз, ол жоқ. Ол бүкіл ақпарат қол жетімді шайнап аузына салынып береді, олар соны жұта алмай жатады. Кітап оқымайтын адам надан, қызықсыз, айтары жоқ, дұрыс сөйлей алмайды, ойлау қабілеті таяз. Солай ғой? Негізі егер біз кітаптың жалпы беретін пайдасын айтатын болсақ,
сіз айтап шыққан дүниенің бәрі расында да енді оқыған адам мен оқымаған адамды қатар қойса бірден кімнің кім екені көрініп тұрады ғой, мойындайықшы. Рас айтасыз, және де енді қазір жастар көп айтады ғой, мысалы маған жоғары білімнің не қажеті бар, дипломды сатып алып өзім білгенімді істеп жүре бермеймін деген сияқты. Бірақ шын мәнінде де жоғары білімі бар адаммен білімі жоқ, бірақ бір жерде бір шаштаразда маникюр педикюр жасап отырғанмен екеуінің арасы жер мен көктей. Және жаңа сөздік қор демекші, Джордж Оруэллдың 1984 кітабында адамдардың әдейі сөздік қорын шектеп, бір сөзді, мысалы жақсы деген сөзді алайықшы, соны жақсы, егер оның бір біз айтамыз ғой, жақсы, ғажап, тамаша, керемет деген сөздермен ауыстырамыз. Бірақ дәл сол кітаптағы оқиғада әдейі адамның сөздік қорын шектеу үшін жақсы, өте жақсы, екі есе жақсы деп мүлдем примитивті формаға дейін аясын тарылтып тастаған. Не үшін? Адамның ойлау қабілетін тарылту үшін. Демек, адам керемет тереңіне ойламаса, ол надан бола береді. Сіз айтпақшы, жаңағы таяздық та осыдан, надандық та осыдан. Ондай халықты басқару оңай. Сондықтан енді ол кітапта енді тоталитарлық режим туралы жазылған ғой, сондықтан да ол жерде шын мәнінде жаңағы тағы да егер біз дәл соны, егер сол жердегі жаңағы бүкіл адамның көрген қорлығын егер біз экраннан көретін болсақ, бұл бір жөн. Ал оқып отырып, сен сол кейіпкердің орнына өзіңді қоясың, эмпатия оянады. Соның жағдайын түсіне бастайсың. Өзің соның орнына қойғаннан кейін мен сол жағдайда не істер едім, қап мына жерде мынаны айту керек еді, немесе мына әрекет жасау керек деген сияқты. Ал эмпатия тағы да не үшін қажет? Адамдардың қарым-қатынасын орната білу үшін. Яғни біз қазір робот сияқтымыз ғой, былай қараса, бір-бірімізбен сөйлеспейміз, функциямызды атқарамыз, эмпатия жоқ ешқандай. Эмпатия жоқ, рас. Ал егер шын мәнінде сол кітап оқу арқылы эмпатия дамыса не болар еді? Үлкендер кішілерді түсіне бастайтын еді. Мұғалім шәкіртпен өзара бір тіл табысатын еді. Буллинг азаяр еді. Мүлдем жойылар еді, кім біледі. Яғни адам арасында басшылық өзінің қол астында істейтін әріптестерін түсінетін еді. Яғни адамдар арасында қарым-қатынас мүлдем басқа деңгейге ауысатын еді. Сондықтан бұл жерде де оның пайдасы бар. Осы жоба аясында бір өздеріңізге анализ жасаған шығарсыздар. Халыққа қандай кітаптар қызық, қандай авторлар? Өте жақсы сұрақ қойдыңыз. Дәл осы байқау аясында басқаларды былай қойғанда мұғалімдердің өздері бұрын соңды оқымаған кітаптарын оқып жаңалық ашты. Соның ішінде Даяғашшы кітабы ерекше әсер етті. Былайынша енді қарасаң қысқа ғана әңгімелер, бірақ соның ішінде көмескіленген ұғымдар қаншама. Біздің өзіміз қазақ бола тұра, біз соның бәрін ұмытып қалыппыз. Дәл қазіргі кезде бір керемет бір сәнге айналған психологтардың бір оқуларын, кітаптарын, еңбектерін біз өзімізден ақ қазақтың дәстүрлі дүние танымынан ақ таба аламыз. Егер мұқият соған зер салып оқысақ. Сондықтан осындай бір жас жазушылардың кітаптары біздің оқырмандар үшін, байқау қатысушылар үшін кәдімгі үлкен бір жаңалық болды. Және де жаңа айтып кеттім, енді шетел жазушыларын аз оқиды. Біздің қазақи оқырман өте аз оқиды. Сондықтан да енді бізге көріну мүмкін, Карнегиді бәріміз білеміз ғой, оқимыз ғой. Дегенмен меніңше әлі де қазақи оқырманға өзіміздің классиктер жақын. Сондықтан да ол кісілерге сол кейінгі мына шетел жазушыларының шығып жатқан мотивация беретін, ынталандыратын кітаптар керек. Қазіргі заманға сай болу үшін не істеу керек, өзіңді қалай шыңдау керек деген кітаптар бәрі, сол психологиялық кітаптар бәрі қажет екен. Сондықтан сол кітаптарда сұранысқа ие болды. Былай топ 3 кітап қайсысы? Ең көп оқылған, ең ұнаған, көп талданған? Жалпы біз негізі оның енді анализ жасап көрмеппіз. Негізі өте жақсы ой айтып отырсыз, талдау керек екен расында да. Қазақ лигасынан енді сұхбат алғаннан кейін біліп отырмын мен, бірінші орында әрине Өзбек Әлжанбеков, бірінші орында. Даяғашы екінші орында. Үшіншісі енді
шетелдік жазушылардың ішінде Дейл Карнеги шығар. Өйткені енді бізге мүмкін ол таңсық емес, бірақ енді осы байқаудың нәтижесінде біліп отырғанымыз көпшілігі енді біз уақытты қалай үнемдеу керек, күнімізді қалай жоспарлау керек, жалпы көңіл күйімізді қалай көтеріңкі ұстау керек, соның бәрін біз үйрендік деген сияқты. Икигай мен Дейл Карнеги екеуі енді тең түсті. Енді ауылдағы ағайынға Карнеги қызық болмаған шығар бұған дейін, иә, меніңше айтып отырмын ғой, біз жаңа өзіміздің классиктерді оқып үйреніп қалғанбыз әбден. Бір жағынан ол да дұрыс шығар. Қазір сол классиктердің өзін білмейді ғой, жастардан сұрасаң. Рас айтасыз, Американың, қателеспесем, Нью-Йорктегі әлеуметтік мектебінің ғалымдары, психолог ғалымдар эксперимент өткізеді. 1000 адамды жинап алады, 2 топқа бөледі. Бір топқа классик жазушыларды береді, екінші топқа қазіргі кейінгі заманда сатылымы жақсы кітаптарды береді. Сіз айтпақшы, трендтегі кітаптарды береді. Салыстырып көрген кезде жаңағы 2 топ кітаптарын оқып бітеді, одан кейін жаңағы топтасады. 2 топтың өкілдерін жұптасып бір-бірімен сұхбаттасады. Сол арқылы енді білмеймін қалай өлшегендерін, қысқасы жаңағы классик жазушыларды оқығандардың мына білім деңгейі, ойлау қабілеті әлде қайда озық болып шығады. Әрине оған қарсы шыққан басқа да ғалымдар бар, бірақ енді дәл сол кезде өткізген эксперименттің нәтижесі сондай болады. Демек, жаңа сіз айтпақшы, бәрібір қанша 1000 жерден ол кешегі өткен заманды бейнелейді деп жатырмыз, қазіргі кезде ол не керек бізге өткен заманды бейнелейтін шығармалардың қажеті? Неге өткенімізді білмей, танымай, біз бүгін өзімізді талдай алмаймыз, тани алмаймыз, былай қараса. Өткенді зерделеу керек. Жалпы қай аудитория белсенді болды? Қазақ тілді ме, орыс тілді ме? Жауап беру уақытына қарай және ұпай санына қарай мойындау керек, орыс лигасы белсенді болды. Бұл үлкен проблема, себебі өзім әуежайда, дәмханаларда, түрлі мекемелердің күту залдарында қарайым, сөрелер тұрады, кітап сөрелері, бірақ орыс тілді басылымдар. Демек, қазақ аудиториясы әлі қажет деңгейде оқымайды. Сұраныс жоқ, қызық емес оларға. Рас айтасыз, солай болып тұр енді. Өкінішке қарай. Үлкен мәселе, Иә. Және мектептегі, мысалы, орыс лигасына дайындалған балаларды сұраймыз ғой. Қандай кітапты сұрамасаң да, ол сол кітаптан хабары бар. Тым болмаса соны бастаған, не болмаса анам оқыды, әкем оқыды, ол кітап бізде бар деп жауап береді. Қазақ сыныптарының балаларынан сұрасаң, не оқыдың десе, менің атым Қожадан ары қарай кетпейді. Демек, ары қарай мұғалім жұмыс істей бастайды. Бұл байқауға дайындау үшін енді шын айту керек, мұғалімдерге көп рахмет, еңбектенді біраз. Енді қаншама жетекшілер осы балаларды дайындады. Орыс сыныбында бұл жағынан енді әрине мұғалімдер дайындады, бірақ балалардың өзінен тамырын басып сұрап көреміз ғой. Баланың өзі жылынып тұр. Кез келген кітапты мен оқимын дейді. Бір бала, ер бала, үйімізде мүлдем біз гаджет ұстамаймыз дейді. Мен табалдырықтан аттадым ба, әкем бәрін жинап алады дейді. Болды, мен үйге кіргеннен бастап мен ешқандай телефон, планшет, ештеңе ұстамаймын, телевизор көрмеймін. Түртіп алу керек екен бұл лайфхакты. Мен айтамын, енді қалай басқа балалардан сен өзің біртүрлі сезінбейсің ба? Басқалар дәл сол кезде ойнап отырады, мысалы, компьютерде ойнап отырады, неше түрлі ойын. Жоқ дейді, мен кішкентай кезімнен дағдыланғам дейді соған. Енді бұл жерде Стив Джобстың үлгісі, мысалы, 5 баласы бар, 5 баланың 5-еуіне де гаджет ұстатпайды. Өзі автор сол гаджеттің. Сол гаджеттің авторы. Үйінде үлкен кітапханасы бар, 5 баланың 5-еуі де сол кітапханадан тапқан кітабын оқиды. Болды. Табалдырықтан аттады ма, бірде-бір гаджет қолына ұстатпайды екен. Үйлеріндегі бұлжытпас бір заң сондай. Яғни олар міндетті түрде кітап оқу керек. Енді осыдан-ақ біле берейік, Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, жалпы біздің әлемдік деңгейдегі рейтингіміз қандай деп. Әлемдік рейтинг жарияланып жатыр, Және өкінішке қарай 95-ші орындамыз. Алғашқы орындарда Финляндия, Исландия, Жапония, ақш, көшбасшы елдер. Жылына 17 кітап оқиды. Арасында Үндістан да бар. Үндістан бірінші орында, қателеспесем. Алғашқы үштікте. Алғашқы үштікте. Бізде жылына 1,5 кітап оқылады екен. Оның өзі оқылса. Күмәнім бар. Осыдан барып енді шын мәнінде намыс ояну керек қой қазақта. Қаншама
жылдық тарихымыз бар, мұрамыз бар. Шын мәнінде кеше ғана енді мемлекет басшысы айтып кетті Алтын Орда туралы, иә, біздің бай мұрамыз бар халықпыз ғой. Енді сол өркениеттің мұрагері ретінде біз ары қарай сол деңгейді ұстап, ары қарай жалғастыруымыз керек. Біз ары қарай да біз бүгінгі замана көшіне ілесіп дамуымыз керек. Ол үшін бәсекеге қабілетті болу керек. Бәсекеге қабілетті болу үшін міндетті түрде білімді болу керек. Білімді біз қайдан аламыз? Кітаптан аламыз. Айналып келгенде бәрі осы кітапқа келіп тіреледі. Енді өзіңіз қандай қорытынды шығардыңыз осы жобадан? Әттеген ай деген тұстары болды ма? Жобаның өзіне бұл жобаға қатысты емес, қоғамға қатысты айтып жатырмын мен. Негізі қазақ аудиториясына көбірек кітап оқу керек, міне бірінші. Иә, қазақ аудиториясына жалпы айтып өткен мысалдардың бәрін келтіре отырып, өзіміз үшін бір қорытынды шығаруымыз керекпіз. Расында да күнделікті бір дағдыға айналу керек бұның бәрі. Иә, күнделікті баланың қолына, үйде, отбасында, жалпы кез келген дүние ол отбасында қалыптасады. Иә, егер үлкендері, атасы, әжесі, мамасы, папасы қолына кітап ұстаса, бала ешқайда кетпейді. Ол соларға қарап еліктейді міндетті түрде. Үйде әлгі Құдай ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің, иә. Яғни үлкендер кітап ұстап отыр ма, бала міндетті түрде қолына кітап алады. Үлкендер шай үстінде соны талқылай ма, бала да соған ілесіп, бірге сол бүгін оққан кітабынан өзінің әсерімен бөліседі. Бізге жаңа дайындалып жеңімпаз атанған әулет айтады, кешке қарай шайда біз міндетті түрде соны әңгіме қыламыз дейді. Отағасы әдейі соны бастайды екен, соны әңгімені бастайды екен. Мен бүгін оққан кітабымда мынандай бір дүниені таптым деп. Ары қарай талқылап кетеді соны. Сосын балаларынан сұрайды, сенің кітабыңда не болды? Сөйтіп әдейі сол шайдың басында, дастархан басында шай ішіп отырып кітаптарын талқылайды. Сол дәстүрге айналған, жақсы емес пе? Меніңше дәл осындай біріншіден енді бұдан түйгенім бізге шын мәнінде халыққа да өте қажет екен. Осындай зияткерлік дода болсын, жалпы бір рухани серпіліс беретін жобалар, бастамалар көбірек болса, меніңше жағдай түзеледі. Біріншіден, екіншіден, әрине әркім өзінен бастау керек. Үйінде, отбасында, иә, осыны бір жақсы дәстүрге айналдыру керек. Әрине, бұл жерде енді баспасы қазір енді мына мәдениетті, кітап оқу мәдениетін дамыту, зерделі ұлт қалыптастыру туралы мемлекет басшысы жарлыққа қол қойды. Осыдан былай енді үкімет кітапхана ісін қолға алады деп жатыр, цифрлық платформа ашылады деп жатыр. Мұның бәрі әрине осы жақсы бір игі бастаманы ары қарай дамытуға бірден бір септігін тигізбей ме? Сондықтан егер баспасы, мысалы кітапхана жұмысы ілгерілесе, қол жетімді болады кітаптың барлығы, иә. Мына дәл осы байқаудың барысында айтып отырмын ғой, кейбіреулер жаңа кітап таба алмай қалды. Дүкеннен де таба алмады, кітапханадан да таба алмады, иә, мысалы. Егер дәл қазір енді міне мемлекеттік деңгейде бұл іс қолдау тауып жатыр. Демек, халыққа да осы жағынан мүмкіндік туады. Осы хабар барысында ауылдағы апайыма звондадым. Халық ауылдықтар кітапханаға бара ма десем, жоқ, шаң басып тұр деді, бармайды дейді. Содан балаларымнан сұрадым, осы сендер мектептегі кітапханаға барасыңдар ма десем, үлкен қызым айтады, мама дейді, осы мектепке ауысып келген 2 жылда біз сыныптастарымызбен кітап алатын уақытта, тапсыратын уақытта кірдік, болды, одан кейін табалдырығын аттаған емеспіз дейді. Бұны біз мойындауымыз керек, бұл мәселе бар. Халық кітапханалар для галочки жұмыс істеп тұр ғой қазір көп жағдайда. Кітапханашы, осы жалпы жаңа айттым ғой, деректі фильм түсірдік деп. Сол деректі фильмде кітапханаштан сұхбат алдық. Сол кісі айтады, сіздердің жобаларыңыздың арқасында кітапханада кітап қалмады. Яғни бастапқыда күзде тым-тырыс ешқандай бір керемет бір белсенділік көрген жоқпыз дейді. Енді қысқа таман, жаңа жылға таман, ары қарай енді іріктеу кезеңі басталайын деп жатыр. Адамдар бірте-бірте көбейе бастады кітапханада. Бізде дейді, 5 кітаптан артық алуға болмайды деп сөйлейді. Енді Қарағандының өзінде кітапхана ғой. Сондықтан адамдар қулыққа барды. Бір отбасы келеді, 5 адам, әрқайсысы баспасына бір кітаптан алады. Әрқайсысы 5 кітаптан алады. Сол кезде жаңағы енді 3 адам келсе 15 кітаптың 15-інде алып кетеді дейді.
одан кейін тіпті кітапқа деген талас басталды дейді. Ары қарай енді бізде сәуірде іріктеу кезеңі, қаңтардан былай қарай адамдар жаңағы кітапты кезекке тұрып, қай отбасы алып кетті, кім алып кетті, мен сол кістен кейін мені кезекке қойыңызшы деп, сондай бір кітапхана ісіне де бұның оң ықпалы тиді негізі. Содан кейін тағы бір дүние, Нағима Итқарина деген кітапханашы, мен сол кісіге өте риза болдым. Біз кітапханашыларды бөлек жинадық. Бөлек жинап, жиналыс ұйымдастырып, осы жобаның мақсатын түсіндірдік. Енді шындығын айту керек, кітапханашылардың да арасынан бұған біз неге жұмыс істеуіміз керек, біз бұл жобаға төлене ме деген әңгіме басталды. Сол кезде Нағима Зиядықызы орнынан тұрып, құрметті әріптестер, біз кітапханашымыз, яғни біз бұндай зияткерлік додаға жауапты нақты біз болуымыз керекпіз. Біз болмағанда кім бұны жүзеге асыратын басқа кім бар деп орнынан тұрып, ана кітапханашыларға осылай көтеріліп сөйлеген кезде барлығы жым болды. Мен сол кісіге өте ризамын. Осы күнге дейін ол кісіні өте қолдаймын. Және ол кісі осы жоба аясында өзі жұмыс істеп жүрген мектебінде балалардың дайындығын күшейту үшін жасанды интеллект арқылы анимациялық фильмдер жасап, жаңағы оқыған кітаптар бойынша балалардың өздерімен бірге жасап, ана визуалды кейіпкерлер арқылы, яғни визуалды қабылдау арқылы оқыған кітабын бекітіп отырған. Ол кісіге ешкім оны жасаңыз деп айтқан жоқ. Мысалы, не болмаса балалардың ойыны ретінде өзі ойын ойлап тауып, кәдімгі карточкалар жасап, сол ойынға, сол оқыған кітаптар бойынша сұрақ жасырып, сол сұраққа жауап беріп жеңімпаз атанған балаға өзі кішігірім сыйлық жасап, жаңа кісі кітапханашы өз қалтасынан сыйлық жасап отыр. Сөйтіп осы жобаға атсалысты. Мінекей осындай кісілер бар. Сондықтан меніңше шын мәнінде өз ісіне адал және осындай бір игі бастаманың ертеңгі күні халыққа, елге берер пайдасын түсінетін адамдар бар кезде, меніңше біздің еліміз тек ұтады. Және де бұдан бір үлкен нәтиже аламыз міндетті түрде. Демек, кітап оқитын ұлт жобасының пайдасы көп болды, иә? Бұл жоба бізге қажет, біздің қоғамға, иә? Әрине, әрине. Бұндай жобалар неғұрлым көбірек болу керек. Ары қарай жалғасын табады деп сенем. Осы жоба қалай аяқталды, бірден келесі жобаға қатысамыз дегендер бізге хабарласып, қайда тіркелу керек, кітаптары бар ма, тізімін жіберіңіздер деп жатқандар бар. Сондықтан меніңше енді халық оянды, шын мәнінде санаға сілкініс салды. Сондықтан бұл жерде тоқтамау керек. Халық әбден жобаның берер пайдасын түсініп отырған кезде, дайын отырған кезде, ары қарай іліп алып кете беру керек, жалғастыра беру керек. Осындай жобаларды жалғастыра беру керек. Өміршен болсын, рахмет сізге. Құрметті көрермен, кітап оқу мәдениеті бар елдерде экономикада, білімде, ғылымда, мәдениетте өте мықты болады. Сондықтан көп кітап оқиық. Назарларыңызға рахмет.